Сәлем балалар. Қал жағдайларың қалай? Бүгін бізде әліппе, бірінші сынып, 15-ші сабақ. Тақырыбымыз Р дыбысы мен әрпі. Балалар, сонымен бірінші тапсырма. Суретте не берілген? Мынау не? Бұл робот, е? Робот не істейді? Робот адаммен сөйлесе алады. Ол үйді күзетеді. Дүкенде сауда жасай алады. Сұраққа жауап болған сөйлемдерден әңгіме құрау. Бұл робот. Робот адаммен сөйлесе алады. Ол үйді күзетеді. Дүкенде сауда жасай алады. Балалар Р әріпін түймелерден жасап көрсет деген. Ол әрине оңай. Үйде мамаларынан сұрап, түймелерді алып, яғни ілгектерді алып, Р дыбысын жасаңыздар өздеріңіз. Сонымен балалар суретте робот көрсетілген, робот, яғни екі буын. Р дауыссыз, О дауысты, Т дауыссыз, О дауысты, Т дауыссыз. Робот. Екінші тапсырманы орындаймыз. Үстіндегі сөздерді буынға бөліп оқимыз. Ар, ара, ра. Бірінші суретте қандай мезгіл көрсетілген балалар? Қыс мезгіл көрсетілген. Қыста, яғни не болады? Қар жауады, қар, яғни соңғы әріпі Р дыбысы. Екінші суретте гүл, яғни қандай гүл? Раушан. Раушан деген гүлді екі буын, раушан. Үшінші бұл керік. Керік дегенде де екі буын. Бұл жерде керік. Р ортасында берілген, балалар. Ал раушан деген жерде Р ең бірінші әріп болып тұр. Осылайша балалар әр сөзде Р дыбысы қай жерде берілген, соны тауып, осылай жазыңыздар. Тағы қандай сөздер білесіздер балалар? Р дыбысынан келетін. Өздеріңіз үйден қайталап Р деп айтыңыздар. Р деп тілдеріңізді жаттықтырыңыздар. Қар, яғни екінші суретте қарайтын болсақ, бірінші суретте құс берілген, құстың аты тырна. Бұнда Р дыбысы бар. Екі буынды тырна. Екінші суретте үйде қосылып тұратын радио берілген, радио. Яғни екі буын. Радио. Үшінші бұл қандай жеміс балалар? Анар, анар. Екі буынды. Р дыбысы ең соңғы әріпте беріліп тұр. Балалар осылайша үйден берілген тапсырмаларды менімен бірге орындап, үй тапсырмасын оңай жасап тастауларыңызға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және достарыңмен бөліс. Сау болыңыздар балалар.